Қайырлы күн достар. Мен Аймағамбет Еділ Шаңырақ Ақтөбе қоғамдық қорының құрылтайшысымын. Бүгін біз Ақтөбе қаласындағы Новый орта мектеп лицейінің жұмыс барысымен танысуға келдік. Қазір ішіне кіріп, оқушылармен сөйлесеміз, сабақта қалай болып жатқанын өз көзімізбен көріп қайтамыз. Мектепте 31 кезекші сынып ашылған екен. Онда 450 оқушы мектепке келіп білім алуда. Көріп отырғанындай, оқушылардың денсаулығы үшін барлық қауіпсіздік шаралары ұйымдастырылған. Қай кезеңде болмасын, жас ұрпаққа сапалы білім беру басты міндеттердің бірі болып қала бермек. Сондықтан да оқушылардың оқу қажеттіліктерін толығымен қамтамасыз ету мақсатында мектеп лицейдің ұстаздары тынбай еңбек етуде. Кезекші сыныпқа сабақ беретін әрбір ұстаздың басты міндеті ешбір қиындыққа қарамастан оқушының сапалы біліммен қаруландырып жатқанына куәгер болдым. Мен бүгін оқушылардың жүзінен білім алуға деген құштарлықты, ал ұстаздардың өз мамандығына деген сүйіспеншілікті көріп қуанып қайттым.